Сәлеметсіздер ме, құрметті бейне тыңдаушы студенттер. Бүгін сіздермен тау-кен кәсіпорындары құрылысы бойынша дәріс жүргіземіз. Дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағинов атындағы Қарағанды техникалық университетінің пайдалы қазбалар кен орындарын қазба өндіру кафедрасын дәрістің жоспары пәнге қарасты кіріспеде пәннің мақсаты мен міндеттері, пәннің сипаттамалары және практикада қолданылуы. Кіріспеге қатысты пәннің мақсаты мен міндеттері, пәннің сипаттамасы және оны практикада қолдану. Жоба бойынша бірінші қарайтынымыз пәннің еңбек сыйымдылығы, пәннің мақсаты мен міндеттері, осы пәнді оқытудың нәтижесінде бакалавр алатын білімдері, құзыреттіліктер, яғни түсінік алу білім, қолданбалы білім, негіздеу жобалау, практикалық дағдыларды меңгеру, пререквизиттер, постреквизиттер, сондай-ақ тау-кен кәсіпорын құрылыс тәжірибесінен мысалдар. Пәннің мақсаты, пәнді оқытудың мақсаты болып, бакалаврларға тау-кен кәсіпорындарының құрылысы бойынша технологияны, механикаландыруды және ұйымдастыру құрылыстарын салуды, сондай-ақ тау-кен мекемелерінің ғимараттар құрылысын технологиялық жобалауды үйрету болып саналады. Ұсынылатын әдебиеттерге келесі әдебиеттерді жатқызуға болады. Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы, екінші, жер асты тау-кен жұмыстарын дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы, авторлар Қамар Әбеу, Қарағанды баспасынан шығарылған. Үшінші, тау-кен кәсіпорынның құрылысы пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.